Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Арча бешіктен бері сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер азыр Шералиев көчөсүнүн жээгинде турам. Сатылуучу үйүбүз Арча бешик, Шералиев көчөсү 297 даректе жайгашкан. Бул жайга келүү үчүн сиздер туғандар Южный магистралдан түз эле өйдө карай келесиздер. Келип атып оң тарапты карай келсеңиздер, мына бул жерде оң тарапта мондай фундамент. Ушул фундаменттин түбүндө келе көчө менен киресиздер. Кирип сол тарапка бурулсаңыздар, мынакей бул жерде үйүбүздүн крышасы көрүнүп турат. Бул крыша туғандар могу. Эки этаж болгон жаңы салынган үй. Ошол бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз болуп калат. Анан жана көргөнсүздөр, мынакей бул жерден шаардын бир бурусунда жүргөн маршрутка, автобустар бар экен туғандар. Дагы эмне маалымат? Негизинен район деле жакшы райондордон бири. Эми карап калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мынакей туғандар келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабынан көрүнүшү. Дарек Шералиев көчөсү 297 үй болуп калат. Шералиев көчөсү мына бул жерде эле жакын эле. Так, эң эле түштүк чек аралына бул жерден башталат. Пульттен ачылган дарбаза, бийик забор, ультра сардаштар менен жасалган. Бул жагында калиткасы и эң эле түндүк чек арасы мына бул забор бүткөн жерге чейин, сары таш бүткөн жерге чейин болуп калат. Так, үйүбүздүн бул көчө тараптан көрүнүшү. Жолдар, кошуналар, мынакей и центральный канализация, природный газ бар экен, электр энергиясы, 3 фазалуу суу бар, отоплениясы, водяной, теплый пол, газовый котел менен жана электр энергиясы менен жылытат. Так. Ал мынакей короосу. Мынакей туғандар, бул жакта чоң 300 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич и тышкы тарабынан утеплять этилген. Анын тышкы тарабы мындай травертин. Сапаттуу кымбат материалдар менен үйдү салып, ички тарабында ошол кымбат обойлор менен ремонтун бүтүргөнбүз. Жаңы салынган үй туғандар. Мына алды тарабында мондай зеленый зона. Бул жактагы пульттен ачылган дарбазадан кирсеңиздер эле, мына кенен машина койгонго жайы. Очокханасы, яртарынан мындайдан жүрсөңүздөр, үйдө сырткы тарабында жаткан алды эле центральный канализацияга кошулган. Жердин аянты туғандар 4 соток. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтери бар экен. Мынакей очокхана, барбекю. Видеону өткөрүп жибербеңиздер, азыр туғандар ички тарабында өтө сонун көпчүлүктөргө жакшы ремонт. Бул жагында баралык. Көпчүлүккө жакшы ремонт, негизинен көргөнүңүздөргө, видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө өкүнбөйсүздөр туғандар. Так. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул жерде үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздар, эшик жана тепкичтер. Бул жана деле зеленый зонасы. Так, андан ары эми сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей туғандар, бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы. Андан ары түз жүрсөк, бул жакта холл жайгашкан туғандар. Мынакей бул үйдүн ремонту негизинен мага жакты. Үй ээсинен сурасам, ошол бардык дубалдар, бардык материалдар, кымбат материалдар, мисалы итальянский обойлор экен, дубалда көрүп турганыңыздар туғандар. Жана мына холлдун чыгыш тарабынан чоң терезе орнотулуп тур. Бул жер холл болуп калат. Экинчи этажга кеткен тепкичтер, жана бул жакта кухня, зал, жана башка бөлмөлөр. Бардык бөлмөлөр чоң экен. Аны келгенде дагы азыр дагы өзүңүздөр карап байкап көрсөңүздөр болот. Мына бул кухнясы. Көрүп тургансыздар, ремонт. Полдору керамогранит, чыгыш тараптан терезе. Мынакей туғандар, газ киргизилген, кухнянын жайы. Документтери боюнча бардык документтери так, алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт үй ээлери. И бул жерде мынакей мындай бир бөлмө, зал, түндүк тараптан терезе жана балдар. Көрүп тургансыздар, ремонт, полдор алынат, отоплениясы, водяной теплый пол туғандар. Водяной теплый пол.
Онары сіздерге бұл жақтағы бөлмелерді көрсетейін. Бұл жерде общий санузел. Бұл бөлмесі де келген екен. Унитаздың жайы, душ, және бұл жаққа кір жуған машинаның жайы. И сушилкада қызмет екен. Осында генен қылын тұрдығандар. Вентиляция, қысқасы бардық шарты қылынған. И бұл жерге келсек, мынандай бір бөлме. Улуттық бөлме қылғастар бұл, қысқасы шындай бір чоң бөлме. Жайғашқан шығыштарынан терезелер көріп тұрғаныңыздардай ремонт туғандарына кей. Аман әрі. Енді сіздерге екінші этажды көргөсейін. Окей, екінші ашып кеткен тепкіштер. Бұл тарағын кладовка қойылсаңызда біле болғыда екен. Бұл екінші ашып кеткен тепкіштер. Екінші ашығыз, оң тараптан бір шекеден бөлмелерін көргөсей туғандар. Окей, бұл жерде мұндай бір бөлме. Чоң бөлме екен, шығыштарынан терезе. Көріп-тұрғаныстарда жамын. Бұл жерге гардероб қалағандай бір мебель қойылсаңыздар болды екен. Андан ары бұл жағында дағы бір общий санузел. Шындай чоң бөлмеде жайғашқан. Бұл жерде еңгілі, бұл үйдің еңгілі ішінекей бөлмесі ұшыл бөлме екен тағандарына кей. Қалғандары бар, бұл бөлмеден чоң. Шығыштақтан терезе, балдар бөлмесі қыласаңыздар біле. Болады екен. И андан ары бұл тараптан тағы бір маңдай чоң бөлме. Родительский спальни. Шығыш тараптан терезе, және өзінің санузелі бар. Өзінің санузелі бар туғандар. Санузелдер туғандар. Балдар бөлмесі дейлі чоң екен. Енізінен чоң-чоң көрініп тұрады, санузелдер дағы, бөлмелер дағы. Так. Бұл жақта дағы бір бөлме. Батыс тараптан терезе бұл жақта. Гардероб қойшы, ондай бір мебель қойғанға, ондай жайы қылынған. Бұл жерде дағы бір общий санузел. Так, бір санузел, екі санузел, родительскийде 3 санузел, и ұлды тараптағымен 4 санузел екен, егер адашпаған болсам. Андан ары, мен қайры сатушидің қорғысындамын. Андан ары, сіздерге бұл жақта подвалды көргөсейін туғандар. Окей. Подвал. Бұл жақта газовый котел жайғашқан. И ондай чоң бір бөлме. Форточкалары. Бұлдары кафель. Так, тағы не алмады. Бұл тарafta зеленый зонаның жайы. Алтыра брусчатка бар. Үйдің түндік террасы заборға шейін. Забормен үйдің ортасынан 1 метрдей аралық. Үйдің түндік шығыш тарағынан көрініші. Так, дағы не маңаты. Жаңғырдың сулары білем, жер төні канализацияға кіріп кетеді оқшайды. Ол қорғысында жиналып көл болып тұрбайды. Так, басы үйдің 268 000 доллар сұратып тұр иелері. Анандағы сөйлесуге болады. Есім номер экранында және описаниеда есетелдеп жазылып тұрады. Соны қол сөйлесіп көріңіздер, сөйлесулер болатығандар. Анан достармен, группалармен бұл видеоны сіздер бөлішсеңіздер, маға үй иесіне чоң жардам берген боласыздар. Ана сөйлестерін қошташам туғандар. Кеңде жағашқа чейін салмақта қалыңыздар.